және есірткі бизнесіне қарсы күрес күні деп жариялады. Осыған орай Түркістан облысында есірткісіз болашақ ұраны мен нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы айлық іс-шарасы басталды. Есірткімен күресу мақсатында Түркістан облысы полиция департаментінің қызметкерлерімен түрлі республикалық іс-шаралар жүргізілуде. Соның ең маңыздысы ол 26 маусым халықаралық нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес күніне орай осы іс-шараны өткізіп отырмыз.